Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл осындай алат самсасын пісіретін боламыз. Ұнымызға сұйық майды құямыз. Суымызға тұзды араластырып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымызды тындыруға қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Ет, құйрық май, пияз, болгар бұрышы, қара бұрыш, тұз, паприка. Жақсылап араластырамыз. Біздің осы қамырымыздан 13-түк самса шығады. 10 бөлікке бөлеміз. Елу бір грамнан.
Қамырымызды жайған кезде көбінше шеттерін жаямыз. Самсамыздың үстіне суды шашып, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста пісіреміз. Ыстық шыққан самсамызға сары май жағып шығамыз. Kanalıma тіркеліп алыңыз.